Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқып, қолданылған тілдік құралдар арқылы стилін анықтаңдар. Үй іші қоңыр салқын екен. Әжем қос сабаумен тулақты кезек-кезек тарсылдатып, жүн сабап отыр. Сабау дыбысына құлақ тоссаң, әлдебір әуен сазы сезіледі. Екі әпкем мен жиен қызымыз біреуі жүн тасып, екіншісі тулаққа төсеп, үшіншісі ұшық еріп көмектесіп жүр. Мен дүниені көшіріп жіберердей ентелей келіп, әжемнің иығына сілкілей беріппін. Әже, не? Үйренгенімді айтып берейінші? Құлыным-ау, сабыр етші, мен жүнімді сабап болайын, сонан соң асықпай тыңдаймын ғой, деді әжем еркелетіп. Енді менің екпінім бәсеңдеп, әжемнің қасына отыра кеттім де, жүн шашып ойнай бастадым. Бауыржан Момышұлы. Екінші бөлім. Әжем менімен кішкене күнімнен сырлас. Екеуміз оңаша қалғанымызда өткен-кеткенді айтып, үш ұл бір қызды қалай адам қып өсіргенін әңгімелейтін. Мен әжемнің көрген бейнетіне, кереметтей төзімділігіне жаным аши отырып сүйсінемін. Сондайда қолымнан келсе, әжемді үлдемен бүлдеге орап, тырп еткізбестен төрге 4 қабат көрпенің үстіне отырғызып қойсам деп арман етуші едім. Менің осы ойымды жақсы ұғатын әжем: қозым, сені осы айтқаныңның өзі-ақ маған үлдемен бүлде емес пе? Айналдым сенен. Басқасы тегіс жиналып бір төбе болғанда, сен өзің бір төбе емессің бе маған, деп еміренетін. Сайын Мұратбеков. Енді сұрақтарға жауап берейік. Мәтіндерде қандай туыстық атаулар бар? Алғашқы мәтінде кездесетін екпін сөзі мен тіл біліміндегі екпіннің қандай ерекшеліктері бар? Үлде мен бүлдеге орау дегенді қалай түсінесіңдер? Мәтіннің стилі ауызша стиль, ауызекі стиль. Сұрақтарға жауап. Бірінші, мәтінде әже, әпке, жиен секілді туыстық атаулар бар. Екінші сұраққа жауап. Мәтінде кездесетін екпін сөзі адамның іс-әрекетіне байланысты, ал тіл біліміндегі екпін ол дыбыстардың бір-біріне ықпалы. Үшінші, үлде мен бүлдеге орау бұл әдемі киіндіріп қою деген мағынада айтылған. Екінші тапсырма. Мәтіндердегі әжесі мен немересінің диалогын екпін қойып оқыңдар. Үшінші тапсырма. Жазылым. Қарттар күніне орай әжелеріңе арнап құттықтау хат жазыңдар. Құттықтау хат. Құрметті асыл әжем менің. Мен сізді қарттар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, қажымас қайрат және ұзақ өмір тілеймін. Сіздің әрбір сөзіңіз мен үшін аса қымбат. Мен сізді қатты жақсы көремін. Сәлеммен сүйікті немереңіз Әсел. Күні қоса жазылады. Төртінші тапсырма. Берілген тіркестердегі екпінің ерекшелігін түсіндіріңдер. Мұнда тіркескен сөздер болғандықтан, тіркес екпіні сөйлемдегі тіркескен сөздердің барлығының бір ғана екпінге ие болуымен ерекшеленеді. Біздің оқушымыз, біз оқушымыз. Ағашты жарма, тәтті жарма. Сен мынаны көрші, ол бізге көрші. Осыны жаз, қазір жаз мезгілі. Оны досыңа бала, ол біздің бала. Ол үйде ол. Атты кісі, ол мылтық атты. Біз осында қалалық кеңес. Бесінші тапсырма. Қазақ тіліндегі екпінге бағынбайтын қосымшаларды қатыстырып, 4-5 сөйлем құраңдар. Мен досыммен дәріханаға бардым. Жанна Мұхтар Әуезовтың кітабын алды. Әсемпаз болма әрнеге, дейді Абай. Қылмыскерлер өз жазасын алады. Кәсіпқой бокс додасы қыза түсті. Бірінші сөйлемде досыммен көмектес септігінің жалғауы, дәріханаға, дәрі, жіңішке, хана деген жуан қосымша жалғанып тұр. Әуезов деді дәл солай, әсемпаз да дәл солай, жіңішке болуынан кейін жуан қосымша жалғанып тұр. Қылмыскерлер керісінше жуан болуынан кейін жіңішке қосымша жалғанып тұр. Кәсіпқой, қой, бұл да екпінге бағынбайтын қосымшалардың бірі.